Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, құрамында брокколи қосылып жасалатын майонезсіз салат дайындаймыз. Ең алдымен брокколиді ағынды суда жақсылап жуып тазалап аламыз. Кейін артық жерлерінің барлығын алып, осылай ұсақ бөліктерге бөлеміз. Брокколиді турап жатқан кезде суды газға қойып, оны қатты етіп қайнатып аламыз. Қайнаған суға тұзды салып, содан соң жаңағы туралған барлық брокколидің барлығын қайнап жатқан судың ішіне салып, шамамен 2-3 минуттай қайнатамыз. Осылай қатты етіп 2-3 минут қайнатып алғаннан кейін, оны бірден ыстық суымыздан түсіріп, басқа ыдысқа саламыз. Ұзақ қайнатудың қажеті жоқ, себебі ол жұмсарып, езіліп кетеді. Оны басқа ыдысқа салып алғаннан кейін тезірек суы үшін осылай суық суды құямыз. Брокколиіміз суық судың ішіне батып тұруы керек. Енді жуылған таза қиярды алып, артық жерлерін осылай кесіп алып тастаймыз. Егер сіздерде менікі сияқты осындай үлкен қияр болса, үстіп 3 немесе 4 бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей етіп ұзынша формаға келтіріп тураймыз. Негізінде салатқа қосатын заттарды өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты кез келген формада турасаңыздар болады. Туралған заттардың барлығын салатты жасайтын ыдысымыздың ішіне осылай салып жинаймыз. Ендігі кезекте мен қызанақты тураймын. Қызанақты осылай 4 бөлікке бөліп, әрқайсының ортасындағы осындай мякоттарын толығымен алып тастаймыз. Ол бізге қажет емес. Енді қалған қызанағымызды осылай ұзынша етіп тураймыз. Салатқа қажетті заттардың барлығын мен видеоның соңында описание бөліміне қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Туралған қызанақты да жаңағы салатты жинайтын ыдысымызға салып, қалған заттарды тураймыз. Мен осындай сары және қызыл түсті светофор бұрыштарын қолдандым. Сіздер басқа да тәтті бұрыштарды қоссаңыздар болады. Оны да осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Егер сіздер салаттарыңыздың ащы болғанын қаласаңыздар, онда дәміне қарай ащы бұрышты да қосып жіберіңіздер. Мен ащы бұрышты қоспай осылай жасадым. Сіздер салатқа қосатын заттарды өз қалауларыңызға байланысты көбейтіп немесе азайтсаңыздар да болады. Барлық туралған бұрыштарды салатты жинайтын ыдысқа салып, енді брокколидің суын төгеміз. Содан соң видеодағыдай етіп үлкен брокколиларды бірнеше бөлікке бөлеміз. Ал кішкентай бөліктерін турамай бірден салатқа қоса береміз. Достар, мен осы каналымда апта сайын тұрақты түрде жаңа сенімді видео рецептермен бөлісемін. Оларды жіберіп алмау үшін және бірінші болып көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Туралған брокколиді де салатымыздың ішіне салып аламын. Пияздың жартысын алып ұзынша етіп тураймын. Сіздер қаласаңыздар бүтін бір пиязды қосыңыздар. Оны да салатымыздың ішіне саламын. Сарымсақ тішесін пресстен өткізіп салатымызға қосамыз. Егер қаласаңыздар, оны да көбейтіңіздер. Салатымызға дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка, кристаллик дәмдеуші, сірке қышқылы уксус және соя тұздығын құйып, барлығын осылай қызып тұрған майменен үстіне құйып, жақсылап салатымызды қасықпенен араластырамыз. Майды міндетті түрде қатты етіп қыздырып алу қажет, сол кезде салаттың дәмі жақсы шығады. Салаттың дәмін көріп, қалауларыңызша жетпеген дәмдеуіштерін қосыңыздар. Салат осындай әдемі, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.